еркін, андай қорықпай, еркін, ашық сөйлесіп отырсың. Астана қалай ұнап жатыр ма? Иә. Бияққа келгенде аквариумға барып үлкен көрмеген. Сосын барып бұяқта машиналар көп, адамдар көп. Қандай машиналар ұнап жатыр? Бәрі от. Қандай марка ұнап жатыр? Саған қандай машина ұнайды? BMW. BMW ұнай ма? BMW алғың келе ме өскенде? Иә. Именно қандай BMW-сын алғың келеді? Қандай маркасын? Жаңадан шыққан. Жаңадан шыққан ба? Оны алу үшін не істеу керек білесің ба? Сабақ оқу керек. Жетседе саған не ұнамайды? Ұнайды ба? Çünkü бәрібір енді Астанамен салыстырсаң мысалы. Адамдар басқаша ма? Басқа адамдар болса. Несі басқаша мысалы? Бір бәле болса. Төбелесіп қалады, ұрысып қалады бір-бірлерімен. Үйде ма? Жетсайда ма? Адамдар тез ұрысып қалады бір-бірімен? Иә. Мысалы қай жерде байқадың ондайды? Көршілерің бе, или мектепте ма, или базарда ма? Көшеде. Көшеде ма? Бұл жақта ше? Жоқ әлі байқамын. Адамдар бір-бірімен андай төбелеспей, ұрыспай ма? Тағы не байқадың? Сөйлеуден, киінуден мүмкін. Или балдары қандай екен, қыздар қандай екен? Жетісайдағы адам жақсы. Несі жақсы? Онан қорықпай сөйлесе берші. Кәдімгі шай ішіп әңгімелесіп отырмын. Су ішесің ба? Жақсы киінеді. Бір-бірімен дос қатты. Ондай ма? Двордағы балдары қандай екен? Қай тілде сөйлейді екен? Көбі орысша. Саған қиын болып жатқан жоқ па? Білесің ба орысша? Мектепте оқисың ба негізі? Или осы жақта үйреніп жатсың ба? Мектепте оқимын. Тағы не бар екен? Не білесің? Не қызық екен Астанада? Не ерекше екен? Үлкен үйлер көп. Өскенде қайда тұрғың келеді? Ауылдан немесе қалада. Қай қалада? Жетісай сен үшін ауыл ма, қала ма? Ауыл. Ауыл ма? Бірақ негізі қала деп айтады Жетісайда. Астанамен салыстырсаң ауыл сияқты ма? Неше? Енді мысалы ішіңе ойлайсың болса, осы Астанада тұрғың кеп, сондай нәрселер бола ма? Иә. Болашақта. Әрекет жасап көресің ба соған? Иә. Мамаңдап кеп, осындай, қыдырып. Жаңағы дәуді үйлерден үй алғың келе ма? Иә. Үйде тұрғың келе ма? Дұрыс, әрине. Неге тұрмасқа? Тұру керек. Қанша қарындасың бар? 2. Аттары кім? Іңкәр, аяулым. Ема, олар бұзық па, жастары қаншада? Іңкәрдікі 9-да, аяулымдікі 5-ке енді тоғыды. Іңкәр сабақ барды ма сонда? 4-ші сыныпқа отыр. Сенімен бірге бара ма мектепке? Иә. Оның сабағына сен көмектесесің ба? Көп емес, бірақ ол сабақ жақсы. Жақсы оқи ма? Сен жақсы оқисың ба, Іңкәр ма? Мен. Жақсы оқисың ба? Бірақ көмектесіп тұрасың ба сабақтарына? Иә. Бұны мектепте, бір мектепте оқисыңдар ғой, Ха. Мектепте оны андай біреулер тисе қорғап жүрсің ба? Иә. Өзі қалай негізі, бұзық па? Болады. Болғанда қалай, бірдеңе бүлдіріп? Бұзық. Бір бұзықтығын айтып берші, не бүлдірді мысалы? Аз сындырған соң аяулым ама тамергеме жау жүрген. Мен емес деп па? Бірақ сен оны көріп тұрдың ба? Жандәулет айтқан. Мамаң білді ма оны? Білмеді. Білмеді ма? Сен айттың ба мамаңа? Есіне шығып кеткен одан кейін. Жалпы оның ұнайтын қылықтары бар ма саған? Қандай қылықтар ұнайды саған? Үй жинайды. Өзі үй 4
Мен де жинай берем, а? 4 жасар емес. То есть 4-ші класста оқса да? Иә. Сосын саған көмектесе ма? Көп емес, көмектеседі бірақ. Сен жұмсасаң бара ма, ары бері бармай ма? Анда-санда барады. Или сен жұмсап жібере ма? Екінші кішкентай ше ол қалай? Ерке. Ерке ма? Саған еркелей ма? Анда-санда бірақ көп папам мен атаға еркелді. Оның қандай бұзықтықтары бар? Не білдіреді ол? Бәрін ақуат жеп қояды. Оны ұрса жылайды. Сосын ойыншықпен шығарма десе, оны алып далаға шығып кетеді, сөйтеді. Тыңдамай ма? Бұзық па? Ол кімнің қызы ол? Атам мен папаның. Нақты қайсысына қатты? Қайсысына қатты еркелейді? Қайсысы қорғайды? Ата. Атаң қорғай ма? Папаңның кім? Қайсысы бала папаңдікі? Дамир. Дамир ма? Сен ше? Әжем, атам басым, әжем басым. Қашан қайтам деп атсыңдар енді? Жоспарың бар ма? Мамаң сағындың ба? Қой жылама. Сен уже жігітсің ғой, үлкен жігітсің. Жігіт болғасын, мамаң сені сеніп жіберді. Астанаға барады, көреді деп. Ертең мамаң да ол сияқты сенің тұрғаныңды қалайды. Үлкен жігіт болғаныңды қалайды сенің. Кімді қатысың? Мамам. Мамаңды шақырып аламыз осында. Алып келгің келе ме осында? Иә. Или өзің ертең қайтасың ба? Күтем. Қайтқанша. Қой сен жігітсің ғой, жылаған. Бірақ сағынған жақсы, ол жақсы көргесін, сағынасың. Бұл жақсы. Папаң ше, папаң сағынасың ба? Иә. Келе жатқан кезде бұнда қорыққан жоқсың ба? Астана, бөтен қала, қасында маған папаң жоқ. Жоқ, қорқын. Қорықпадың ба? Сөйлесе береміз бе, или болды ма? Нәсілдің мектебіне барып көрдің ба? Сыртын көрдім. Ұнады ма мектеп? Иә. Жетісайдың мектебі қандай? Жақсы, бірақ ескілеу. Ескі ма? Мұғалімдері ше? Жақсы. Ұрса ма? Жоқ. Жалпы сен бұзықсың ба мектепте негізі классыңда? Сонбайсың ба? Иә. Сабағың бәрі 5 пен 4 ба? Қалай? Бір 4 марқаған бәрі 5. Күшті. Үйде саған сабақ оқы деп ұрса ма мамаң, или өзің оқисың ба? Ұрса, өзім де оқимын, аралай. Оқыған жақсы, дұрыс екен білесің ғой, Иә. Жалпы өскенде кім болғың келеді? Аспаз. Повар болғың келе ма? Иә. Ұнай ма саған? Сен қазір бірдеңе пісіре аласың ба, или әлі пісіріп үйренген жоқсың ба? Көп емес. Нені айтсайшы, мамаға осы қазір үйде Рита жешеңе айтсаң, саған үйретеді ғой, не істеу, не ұнайды, сұрасаң үйретеді ғой саған. Не ұнайды, мысалы, қазір салат жасау ма, или бірдеңе пісіру ма, не ұнайды? Жұмыртқа пісіру ма? Жұмыртқа пісіре аласың ба? Иә. Давай сен азында бізге жұмыртқа пісіріп бер, завтра дайындап бер. Бексейіт екеуің, бола ма? Жарайды. Көрейік, мен пісіріп жүрмін ғой сендерге. Үйіңде пісіресің ба негізі, қарындастарыңа? Иә. Оларға ұнай ма сенің пісіріп бергенің? Иә, жейді. Жей ма? Аспаз болғанда қандай аспаз болғың келеді? И ресторан ашқың келе ма? Ресторан ашам. Ресторан ашасың ба? Молодец. Дұрыс.
Кейін онда мектепті бітіргесін, онда поварлық оқисың ба? Иә. Жетседе бар ма екен ондай оқу? Білмеймін. Астанада бар, Ардақ әпшеңіз Астанада оқыды ғой. Колледжде. Поварлар өте күшті, мықты поварлар өте күшті пайда табады. Өте зарплаталар, ақшалар өте күшті болады. Қымбат ресторандарда жұмыс жасайтындар, кәдімгі үлкен ақша алады. Дұрыс, егер сен сондай мықты повар болсаң, сен үлкен бөлмелі өзің айтқан үлкен үйлерден үй аласың, квартира. Жаңағыдай өзің ұнатқан BMW сатып ала аласың ол жақтан. Қарындастарың да ол жақта оқыта аласың. Сен Астанаға келіп осында оқимын десең, біз саған көмектесеміз. Мектепті 9-ға шейін оқисың ба, 11-ге шейін ба? 11. Неге 9-дан кейін де ары қарай оқып кетсең болады ол басқа нәрселерді? 11-ге шейін оқимын, кейін жұмыс жасаймын. Оқушы? Ол екеуін бірге алып жүрмін. Бірінші негізі 9-дан, білмеймін, меніңше 9-дан кейін жаңа поварлыққа түсіп, сосын барып жұмысқа әрекет жасаған жақсы сияқты. Өйткені мектепте тағы 2 жыл уақытыңды құртып аласың. Мектепте жүргенде сен жұмыс жасай алмайсың, уже сыртты көрмейсің, басқаларға шыға алмайсың. Көремін. Мамаңмен ақылдасасың ба? Аха. Мамаңмен айтып пең онда повар болғың келетінін? Иә, біледі. Біле ма? Үйде тамақ пісіргенде көмектесесің ба мамаңа? Көп емес, бірақ көмек сұраған кезде көмектесемін. Ресторан ашуға қандай идеяларың бар, қандай ойларың бар? Не ойлап жүрсің? Білмеймін, бірінші кішкентайынан бастаймын. Кішкентайынан ба? Дұрыс. Донер ашуға болады, донер істейтін жерлер. Осындай жаймен де дамыта беруге болады, үлкейте беруге болады. Баққа шына дұрыс екен. Сені еркелетіп қалай айтады атыңды? Арғын. Бақпақ деген ұнай ма саған, ұнамай ма? Ұнамай ма? Енді ойнап айтамыз ғой кейде біз. Иә, білемін. Ренжімейсің болған? Жоқ. Жалпы кім қалай екен? Енді осы жаққа келдің, Дінәсілмен Жаналиді енді көріп осы жаққа танысып жатсың ғой енді. Құқықтары қандай екен? Мысалы, давай Дінәсілден бастайық. Дінәсіл саған ұнады ма? Қалай екен Дінәсілмен дос болдың ба қазір? Иә. Оны қандай... Дінәсіл туралы айтып берші? Реакциясы тез ауысып кетеді. Ау? Реакциясы тез ауысып кетеді. Жаналиге қарайды. Атқан жанайымға көмектеседі. Көп бәрін істейді. Саған білгенім монтаж жасап үйретіп жатыр телефонмен, е? Иә. Былай үйреніп жатсың ба, қызық болып жатыр ма? Иә. Жанайым туралы не айтасың? Жанайымда. Олар Жаналиге қарайды, үй жинайды. Жоқ, ол жақтар емес, жалпы адам ретінде қандай құқықтары, мінезі? Саған көп тимей ма, тиіспей ма? Тиіседі. Неге оған тиісе бересің, сен ол жұмсақ дейді ғой? Жанали ше? Жанали кішкентай әдемі ақылда сөйлеу дегенді үйреніп отыр. Жанайым мен Жаналиді көрген кезде қарындастарыңды сағынып кетесің ба? Иә. Қай қарындасыңды, кімді қатты сағындың? Аяулым. Аяулымды ма? Неге имен аяулымды? Кішкентай және ақыл әдем. Бірақ бұзық ерке ма? Иә. Астанаға жалпы кеп тұрасың ба енді тағы да демалыстарда? Иә. Дұрыс.
күресіңді барғасын жалғастыра ұнайтын болса мақұл. Сен дене бітімің неге күреске, боксқа келеді, спортқа өте жақсы келеді. Саған дамыту керек, жігіт болғасын ол керек. Өзіңді қорғайсың, қарындастарыңды қорғайсың. Иә. Жалпы Астанада не ұнамады саған? Бәрі ұнады. Енді ұнамаған бірдеңе бар шығар? Ұнамаған да жоқ. Рита шешең туралы не ойлайсың? Сол туралы айтып бер. Рита әдемі, ақкөңіл, мейірімді, тамақтан жасайды. Тағы да? Құпты. Атаң мен апаң туралы ше? Атам мен апам мені жақсы көреді. Мен де оларды жақсы көремін. Кеше саған айтты ғой, Веснаға сыймайсың деді ғой. Ол кезде қонақтар болды. Ренжіп қалған жоқсың ба? Жоқ. Сіздер бәріңіз жақсы көремін. Мен келгелі қыдыртты бәрін әпересің. Сен бағалды ештеңе алмайды болды. Біз де сендерді жақсы көреміз. Қондызды жақсы көреміз. Сондықтан саған көмектесеміз, қыдыртамыз, қыдырып келгеннен кейін. Жанайым саған өзі айтты. Телефон саған подарки жасайықшы деді өзі. Рахмет. Все, болды. Все, күшті әңгіме болды. Все, рахмет. Болды жағамыз.